Сәлем достар, көрермендерімнің ішінде осындай жаным, именно осы швейная машинаны алғандар бар ма? Бүгін распаковка чек. Мынау джинсовый тканьға деді ине набор 5 штук. Мынау толстый, яғни осындай жазылып тұрады. Мынау тонкий ткань тіккенге. Майка, іш киім сияқты тонкий нәрселер тіккенге қолданылады. Инелер негізі машина жақсы жұмыс жасау үшін иненің наборларын жинақтау керек, және де лапканың наборларын жинақтау керек. Мен негізі обучениеден өткен адаммын, бірақ та қолыма тігінді енді ғана алып жатырмын. Осындай сертификат барлығы беріледі. Қағазында инструкциясы барлығы бар деді, яғни қалай жұмыс жасау керекті. Өкінішке орай қазақша нұсқасы жоқ. Бұл аяқты басып отырып жұмыс жасайтын аяқ баспасы және ұзартқышы. Машинаның дизайны осындай, және де ол өзінің заводской иголкасымен бірге жүреді деді. Қазір комплектациясын ашып көрсетем, и будущее сіздерге қалай жұмыс жасайтынын да бірге видеолар салып көрсетіп отыратын боламын. Міне осындай. Мынау нитканы, енді әрқайсына жеке-жеке тоқталып сіздерге алдағы уақытта качественный видео түсіруге тырысам. Мына жерде ручкасы, мына жерде әртүрлі насадкалары, яғни тігін. Мына жақта тоже самый. Бұны не үшін, қандай жұмыс екенін барлығын айтам. Мынаның барлығы қалай жұмыс жасайтынын, қалай қозғалғанға не істейтінін, просто дизайны осындай таңдалды. Енді бұл жерде бізде не бар? Комплектациясында бізде осындай крышкасы бар. Мына жерде жұмыс рабочий столында. Өзінің аяқ ножкалары бар, және де оның ішінде осындай дүниелер бар. Мынау мысалы бізде жылжытып тігіп отыруға, мендегі пол автомат. Енді білсеңіздер өздеріңіз, бұл машина білесіздер, пол автомат. Мынау осы түймелікті тігетін, яғни түйменің түйме салатын емес, керісінше түймені бүйтіп өткізіп қадап қоятын түйме салатыны. Одан кейін мынау лапкаларды жөнжеп отыратыны. Одан кейін осындай иголкасы бар, яғни дұрыс тікпеген жіптердің барлығын сіздерде үзіп алып арнап отырған. Енді бұның бәрі заводской, және де екі түрлі лапкасы бар. Өзінің заводской лапкасымен мына жерде үшеу болады. Әртүрлі лапканы сатып алсаңыздар болады, және де осындай пластмасс жіпті тізбектеуге арналған осындай дүниелер бар. Одан кейін мына жерде лезвиесі бар. Не осындай дүниелер. Негізі лапкалардың түр-түрі болады. Тонкий, неге лапка, толстый, оның барлығын жеке-жеке сіздерге не үшін, қалай, қандай лапканы алу керек, қай жерден алу керек, барлығын сіздерге таныстырып отырам, айтам алдағы уақытта. Каналыма тіркеліп алыңыздар, не үшін керек, оның барлығын түсін-түстеп, ағын ақтап, мен сіздерге барлығын толыққанды таныстырамын. Мына жақта задний план осындай несі бар. Қатты артқа тартса
тық еткен дыбыс шығады. Ол дегеніміз уже мына жерде жіпті жинайтын кезде осындай қызмет атқарасыздар. Одан кейін кіргізіп қоясыздар, және де былай алдыға артқа жинақтайтын болсаңыздар, мына жерде міне қозғалады инесі, және де инені өткізетін жіпше көзі қозғалады. Міне кіріп шық көріп тұрсыздар. Осы задний планмен жұмыс жасайды, және де міне айттым, ручкасы бар, как положено. Одан кейін осы жердегі нитка салатын, яғни 100 теңгелік базардан нитка алсаңыздар, әрбір қайсысын міне көтеріңіз, өздеріңізге керегенше нитканы осылай кигізіп қойсаңыздар болады. Одан кейін мына жақта кнопкасы бар, жаңағы педаль аяққа басатын шнурын ұзартқышын тіркейсіздер, және One плюс кнопкасын басып жұмыс жасай бересіздер. Мына жерде моторы, яғни дышать етіп тұрады. Қатты қызып кеткен жағдайда демалу уақытысы 20 минут пен 40-50 минут аралығында. Міне внимательно қарасаңыздар, мына жақтың барлығында бонттар бар. Сол бонттарды ашып, міне қараңыздар, мынау бонтсыз негізі мотор өзі ашылады. Екі тіреуіш құралы бар. Енді алдағы уақытта бұғанда бөлек тоқталам. Екі тіреуіш құралын алып тастайтын болсаңыздар, мына жерде крючок бар, темір, яғни пластмасс. Бұның өзі жіп, астыңғы жіп жиналып тұратын местасы. Осы жерді майлап, как положено жұмыс жасайсыздар. Крышкасы оңай ашылып, оңай жабылады, және де осы жұмыс оңай ашылып, оңай кіреді. Міне осылай бүйтесіздер. Жоғары жақтан өзінің осы крючогы бар, кіргізесіздер. Мынау иголка алмастыратын крючогы, и мынау осы жерде, бұл жерде 2, мына жерде 4, мына жерде 3, 1, бірінші мынадан өткіземіз, екінші айналып осыдан өткіземіз, үшінші мынадан көтересіздер, міне үшінші осыдан өткіземіз, төртінші барып иголканы осылай өткіземіз. Қалай жұмыс жасау керектігін алдағы уақытта сіздерге четко ясны светпен көрсететін боламын. Ал енді мені құттықтап қойсаңыздар болады, және де сіздерге алдағы уақытта тігіннің түрін осы машинкамен иншаллах көрсететін болам. Үй жағдайында отырған мамашалар қалай осындай машина арзанға алсаңыздар болады, қанша тігісі, негізі бірінші алғанға кімге қандай тігіс қажет, қандай нәрсе тігейін деп жатсыздар, барлығын комментарийға жазып сұрай берсеңіздер болады. Әрбір мамашада, әрбір қыз келіншектің үйінде бір осындай тігін машинасы болу керек. Бұл деген әрбір қайсымызға керек дүние. Именно жанымның қалта көтеретін әрбір затты тігіп үйде отырып ермек табам деген қыз келіншектерге 50 мың мен 70 мыңның аралығында осындай машина алсаңыздар болады. Ал енді профессиональный түрде тігіп уже заказ қабылдаймын, менің қолымнан келіп тұр десеңіздер, жанымның 110 мың мен 150 мыңның аралығында арналған машинкалар бар, соны арнап алсаңыз болады. Одан арғалай уже жектің машинкаларын қолдансаңыз болады профессиональный. Оны әрбір тігінші сіздерге уже нұсқаулықпен айтып көрсетеді. Менің мақсатым үй жағдайында отырып сіздерге қолайлы, ең оңай тәсілмен қалай не жасау керектігінің қыр-сырын машинада бөлсем. Просто жанымның тек дизайны ғана болмаса, әртүрлі болатыны негізі 13-20 SK машинасының барлығының жұмысы бірдей. Каналыма тіркеліп, бүкіл лайктарыңызды басып, қолдауларыңызды білдіре кетіңіздер.